Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай пирожное жасаймыз. Ең алдымен біз ганашына кірісеміз. Мына жерде бізде сливки және молочный шоколад. Осыны микроволновкада қыздырып аламыз. Сосын оны толығымен ішіндегі шоколад ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне бізде шоколад ішінде толығымен еріді. Енді бетін пищевой пленкамен контакт етіп жауып, толығымен стабилизацияға жібереміз. Келесі этап бізде ол бисквит. Бисквитке керекті ингредиенттер ол жұмыртқа, шекер, сұйық май, сүт. Құрғақ ингредиенттен ол ұн, разрыхлитель және какао қажет болады. Енді біз жұмыртқа мен шекерді араластырып, миксермен жақсылап 2-3 есе ұлғайғанша көпіршітіп аламыз. Енді біз осы массаға құрғақ ингредиентіміз саламыз. Оны 2-3 есе бөліп салуымыз керек. Және жаймендеп астынан үстіне осылай толығымен ұнымызды араластырып аламыз. Және де біз осы массаның үстіне жаңағы сұйық май мен сүтімізді құямыз. Осы массаны толығымен біркелкі етіп араластырып аламыз. Ал ендігі кезекте біз бұл массаны екіге теңдей етіп бөліп аламыз. Ал екінші массасына какаомызды саламыз. Какаоны міндетті түрде ситадан өткізіп алыңыздар. Өйткені какаоның ішінде түйіршіктері осылай болады. Сол үшін оны ситадан міндетті түрде өткізіп алу керек. Сонымен оны да жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Менде силиконовый коврик, Tupperware'дің ковригі. Осы коврикте мен пісіріп аламын. Міне біздің ганашымыз толығымен стабилизацияда тұрды. Енді осының үстіне творожный сыр саламыз. Соны жақсылап миксермен араластырып аламыз да кондитерский мешокқа салып дайындап қоямыз. Менің піскен бисквитімді осылай екіге бөліп алдым. Міне какао қосылғанды да осылай бөліп алдық. Енді бисквитті қалап шығуға дайындаймыз. Қазір осының үстіне кремімізді жағып, біртіндеп қалап шығамыз. Видеода қалай көрсетілгендей, тура солай етіп жасаңыздар. Енді кремді жақ болған соң, біз осылай бисквитті, жаңа пирожныйымызды осылай 4-ке бөліп аламыз. 4-ке бөліп болған соң, қалған кремімізді осылай жағып, және осылай қалап шығамыз. Осының барлығын қалап болған соң, жанына қойып, үстіне кремді жағамыз. Сол жаңағы жасаған креміміз толығымен осыған кетеді. Енді кремді жақ болған соң, үстіне пищевой пленкамызды жауып, 3-4 сағатқа крем бисквитқа сіңгенге дейін жібереміз. Так, біздің пирожныйымыз 4 сағат тұрды. Енді екі шетін алып тастаймыз.
екі шетін осылай алып, пирожныйды сетканың үстіне қойып, осылай үстіне шоколад құямыз. Мына жерде менде ерітілген шоколад, сливки екеуін араластырып, осылай үстіне құйып шықтым. Ерітілген шоколадты осылай толығымен жан-жағына, барлығына жеткізіп, бірдей етіп жағып шығамыз. Полный жағып болған соң, шоколадымыз қатқанға дейін холодильникке жарты немесе 40 минутқа жібереміз. Міне қараңыздар, біздің пирожныйымыз дайын болды. Іші осындай зебра секілді әдемі болып келеді. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша оформление жасасаңыздар болады. Мен оформлениеге үйде болған құлпынайды қойып шықтым. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл десерт сіздерге ұнайды деген үміттемін.